тәубесін ұмытқан әйел. Бірде жасы 40-тардағы бір әйелдің аяқ астынан жүрек талмасы ұстап шұғыл жеткен жедел жәрдем әп-сәтте оны ауруханаға жеткізеді. Ес-түссіз ұзақ жатқан әлгі әйелді құтқару үшін дәрігерлер жанталасып бағады. Бірақ қолынан келгендердің бәрін жасағанмен ол есін жия алмай, жүрегінің соғысы бірте-бірте әлсірей береді. Ақыры дәрігерлер шарасыздық танытып, оны құтқара алмайтындарына көзі жетіп, үміттерін үзеді. Алайда кенеттен науқастың жүрегіне жан бітіп, көп өтпей-ақ әйел көзін ашады. Дәрігерлер мына ғажап іске қатты таңырқап, бір-біріне қуана қарайды. Есін жиған әйелде өзіне не болғанын, кейіннен не естіп, қуанышта шек болмайды. Я өліп тірілді деген осы. Сонымен әйел ауруханада бірнеше күн жатып, сауығып үйіне оралды. Айығып, бір ажалдың құрығынан құтылғанына ол бұдан кейін өмірін есте қаларлықтай өткізгісі келеді. Өзінше жаңа заманға сай әйел болғысы келіп, бет-жүзін әспеттеп бояйды, тырнақтарын да сүріп сәнге келтірген болды. Шаштаразға барып шашын қысқартып қызылға бояды. Осыдан кейін ол айнаға қарап іштей терең күрсініп ойға батты. Иә, бәрі де ойдағыдай еді. Өзінің мына жаңа өмірінің бастамасына іштей дән ризалық білдіріп, алдағы ұзақ өмірімен шолу жасап қиялдап көрді. Несі бар? Бәрі де тамаша. Бұдан бұрын басына орамал тартқан жай ғана ел болса, енді міне денесіне жабысқан тар көйлегі дене бітімін көрсетіп, әсіресе қысқа қызыл шашы алыстан қарағанды қызықтырып менмұндалап тұр. Ол шаштараздан шығып көшенің екі жағына алма-кете қарап, қаланың ауызын жаңа ізгімен құшағына жұтты. Өмір деген осы шіркін, жаңа түр әлпетіне масаттанып басы айналғандай, аздап қиындау тәрізді. Бірақ несі бар? Әлі көрініп кетеді. Кенет өзінің іштей бақыт сезініп кетті. Қызық, неге баяғыдан бері осылай ғұмыр кешпеген? Мына әйелдің мына тұрысы кеше ғана өлімнен қайтқан адамға ұқсамайды. Тіпті жасынан ауыр көрмеген, осылай сап-сау бейғам жүрген әйел тәрізді. Бұл әйел үшін науқастанып қалу жолы болмау, өмірден қасірет тарту бейне бір өзге адамдардың еншісінде секілді. Ал бұған ондай нәрселер жараспайтын тәрізді. Иә, ол өзін іштей осылай сезінді. Ол осындай оймен таксиге мінбек болып, көшенің арғы бетін өте берген сол еді. Әлде бір жаққа асығыс қатты жылдамдықпен кетіп баратқан жедел жәрдем көлігі зуылдаған бойы қойқылап келіп қақты да кетті. Тәтті қиялдың жетегінде кеткен ол қапелдемеде не болғанын байқамай да қалды. Біршама уақыттан ғана соң өз-өзіне не болғанын аңғарып, қиялдың жетегіне шығып, әлде бір түпсіз қараңғыға батып бара жатып былай деді: Ұлы жаратушы Аллах тағалам, сен бәрінен де жақсы білесің ғой, бірақ алдымда әлі талай көретін қызығым, татар дәмім, тұзым ұзақ жылдарым бар емес пе еді? Өлімнен жаңа ғана қайтқан жоқ па едім? Бірақ бүгін өзін құтқаруға себепкерлік етіп жәрдем берген жедел жәрдем күн ертең әзіреліге де жәрдем ететінін сол бейбақ қайдан білсін? Иә, өмірде осындай небір ойы таяз жандар бар. Өздеріне рахым етіп, Аллах тағаланың қайта берген алтын өмірін ысырап етіп бағалай алмағандар қаншама десеңізші.